Сайынов Ислам, номер 13 гимназия мектебінің 3-ға сынып оқушысымын. Менің ғылым жобамның тақырыбы лимонның ғажайып қасиеттері. Зерттеудің өзектілігі. Әрбір адам өз денсаулығы мықты болу жолдарын қарастыру керек. Денсау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Ғылым жобамның мақсаты лимон жемісінің адам денсаулығына пайдалы екенін түсіндіру, зерттеу мен тәжірибе өткізіп, лимонның пайдалы қасиеттерін күнделікті тұрмыста қолдану қажеттілігін дәлелдеу. Лимонның шығу тегі. Лимон жемісі туралы алғашқы мәлімет Қытайдағы 8 ғасырда жатады. Ал 11 ғасырда арабтар оны Испанияға әкелген. Тап сонда осы лимон жемісі қалыптасқан деп саналады. Лимон қандай өсімдік? Лимон цитрустар тұқымдасына жататын көп жылдық мәңгі жасыл өсімдік. Елімізде екі жерде ғана өсіріледі. Ол Шығыс Қазақстан облысында және Өскемен қаласының маңайындағы Украинка деген ауылда Земляны Николай мен Людмиланың отбасы және оңтүстік Қазақстан облысының Дидар Имашев басқаратын Нығметолла деген шаруашылығы. Онда бейбітшілік деген лимон түрін өсіре бастады. Нығметолла деген шаруашылықта 5 жылыжай бар және 1500 лимон көшеті салынған. Лимонның құрамында минералдық тұздар мен лимон қышқылы, С, А, В1, В2, Д мен П дәрумендері және клетчатка мен эфир майлары бар. Лимонның емдік қасиеттері. Лимонда иммунитетті жақсартуға көмектеседі. Склероз, анемия сияқты аурулардан арылуға жол береді. Антисептикалық қасиетін қолданып жараларды емдеуге болады. Авитаминоз бен гиповитаминоздың алдын алады. Жұқпалы тұмау ауруына төтеп бере алады. Ағзадан қажет емес кір қоқыстарды шығаруға көмектеседі. Мен лимон жемісін зерттеу мен тәжірибе өткізіп арқылы мен мектеп дәрігеріне барып кеңес алдым. Лимонда қатты аллергия қоздырғышы мүмкін. Сондықтан гастрит пен ас қорыту ауруына шалдыққандарға лимон жеуге мүлдем тыйым салынады. Мен мектептің әртүрлі сыныптарына барып сауалнама жасадым. Дүкеншілермен лимонға деген сұраныс туралы әңгімелестім. Дүкеншілермен әңгімелесе келе лимонның тек қыста ғана көп сұранысқа ие болатынын білдім. Дүкеншілермен әңгімелесе келе айына лимонды сату мөлшерін біліп, барлығын есептеп, барлығы 30 және 40 килограмм болатынын білдім. Лимонның иіс кетіргіш және тазартқыш қасиеттері. Азық-түлікті кесетін тақтай түрлі жағымсыз иісті кетіре алады. Мысалы, сарымсақ, пияз, балық иістері сіңіріп алса, оны лимонның жартысымен сүрту керек. Тәрелікке лимон шырынын сығып, тоңазытқышқа немесе пештерге салып қойса, ол оңдағы тамақ иістерін жояды. Шырынымен матадағы дақты кетіру. Бізге қажетті құралдар йод, лимон, мақта дисктері. Мақта дискіне йодты тамшылаттым. Одан кейін пайда болған даққа лимон шырынын құйдым. Оны 5 минут уақытқа қалдырдым. Лимон шырынындағы лимон қышқылы йод дағын кетірді. Тұжырым, қымбат зиянды дақ кетіргіштерінің орнына лимон шырынын қолдануға болады. Екінші тәжірибе, алюминийден жасалған ыдысты тазартым.
Алюминийден жасалған ыдыс, лимон, су, шүберек. Алюминийден жасалған ыдыстың сыртын лимонның жартысымен сүртіп, 10 минутқа қалдырып кеттім. Кейін сумен шайып шүберекпен сүрттім. Лимон ыдысты тазартты. Тұжырым. Ыдыс тазартқыштардың орнына лимон шырынын қолдануға болады. Лимонда электр қуаты барын тексеру. Бізге қажетті құралдар: лимон, сып, мыс тиыны, шеге, вольтметр. Лимонда қанша электр қуаты барын тексеру. Ол үшін мұғалімнің көмегімен лимонға тиынды мен шегені жартылай кіргізіп, сымдармен вольтметрге қостым. Вольтметр бір лимонда бірге жуық вольт бар екенін көрсетті. Тұжырым. Лимондағы электр қуаты барын пайдалануға болады. Төртінші тәжірибе. Лимонның шай түсін өзгертетінін тексеру. Бізге қажетті құралдар: 2 шыны ыдыс, шай шығарылған аққұман, лимон. Шайды аққұманға шығарып, 2 ыдысқа құйдым. Біреуіне лимон қостым. Сол ыдыстағы шайдың түсі ағарды. Тұжырым. Лимон шайдың түсін ағартып, біздің түсімізді сарғаюдан қорғай алды. Тіс иегі көп қанайтын адамдар тіс иегін лимон қабығымен сүрту керек. Аяқ, қол сіңірлері тартылса, тартылған жерге лимон шырынын жағу керек. Тырнағы сынғыш адамдар лимон суымен тырнағын сүртті берсе, тырнағы қатаяды. Құлақ ауырғанда лимон суын тамызса, демде басылады. Бас ауырғанда лимон салып шай ішуге қажет. Лимон адам денесіндегі сүйелдерді, секпелерді, мезгектерді кетіруге көмектеседі. Лимон салынған су ағытуға көмектеседі. Қорытынды. Тәжірибе арқылы мен лимон шын мәнінде таңғажайып жеміс екенін білдім. Ол үй шаруасына да көмектеседі. Дақтарды кетіреді, ыдыстарды тазартады, тістің ақ болуына жақсы ықпал етеді, тіпті электр қуатын да береді. Ал адам денсаулығына лимонның пайдасы шексіз.